Уақытымызды бірге өткізіп өйткені басқа уақыт болмады екеумізде де бос уақыт деген сияқты. Одан кейін енді таңғы сағат 4-те мен үйге бардым, қасымдағы құрбыммен. Үйге бардым да бірден ұйықтап қала салдым. Тіптен мен макияжымды да шешпей ұйықтап қала салдым. Алан менің құрбыма замдап айтқан екен, неге аяу маған звондамайды, оның маған деген сезімі жоқ па сонда деген сияқты әңгіме айтқанда, хотя ол уақытта мен ұйықтап жатырмын. Қараңыз, енді былай болды. Таңға жоқ, мен негізі 3-4 емес, қателеспен, ол жерде таңға 5 па сондай болды, 5:30, 6-ға жақын келді. Мен үйге өткен өзім 6:30-да келдім, оны білемін. Содан кейін мен дос балам болды, қасым 4-еміз бірге жүрдік, енді кішкене компаниямен бір қызық болады шығар деп бәріміз бірге жүрдік. Сол күні біз таңға жоқ қайттық. Мен бұлар тастадым, соны дальше дос баламмен үйге айтқан болатынмын. Досым да жарты жолдан түсіріп кеттім, өзім үйге қайтып бараттым. Шыны керек, жолда келаттым, жол үстіне келатқан кезде енді түнде тем более көзім ілініп әрең келаттым. Мен достым тастаған кезде мен аяғымға жаздым. Типа, саған бәрі ұнаған шығар, надеюсь дедім ше. Типа, енді таңға дейін бірге бәрі ұнаған шығар дедім. Соны бұл ответ бермеді. Бірге жолда келатым, ұйық сұрап әрең келатым. Сол моментте маған бұны құрбысы звондайды да. Чодам жолда ұйықтап қалмадың ба деп. Бір жарайды, мен түсінемін, мен ол қызды танымаймын. Ол қыз маған звондап, менің қалжайын біліп тұрды. Ұйықтап қалма, давай үйге дейін сөйлесе тұрайық, кішкене жолда ұйықтап қалып бір нәрсе болып қалма деп сол звондап тұрды маған. Мен сосын сол моментте мен кімге сол қызға айттым, почему типа сен звондайсың дедім. Почему аяу маған өзі звондамайды? Мысалы ол мен түсінемін, ол кезде жарайды, мойным ауырып қалды, бір бәле деп жатыр, мен ұйықтап қалдым деп жатыр. Жоқ, сондағысы мен андай бір негізі ондай требовать етпеймін да, просто оның өзі көңілді мысалға. Бір ауыз звондап ұйықтап қалмаңыз, давайте хотя бы кішкене отыра тұрайын мен сізбен сөйлесіп, содан кейін дальше мен өзім ұйықтаймын деп айтса. Бірақ сізге ол қыз бірінші рет хабарласып тұр ма? Бірінші рет хабарласқанда біз сырттай, получается, бір моментте бір аяумен ұрысып қалған кезде мен сол қыздың номерін тауып, соны жазып, не істеген болатынмын, аяуға келген болатынмын, екеуміз ұрысып қалған кезде бір моментте. Содан бері бүйтіп шыны керек андай бір араласпаймыз, просто бір моменттер болып қалады да. Сол қыз звондап тұрды маған, короче. Еще менде тарифім бітіп қалды сол күн. Еще маған обычныймен звондап тұрды. Көзім түсінбей қалды. Алан, қош келдіңіз, сауығып кеттіңіз, ауырып қалдым деп жатсыз енді. Звондамайды деп жатыр, хотя бы қал жағдайыңызды сұрап жазып тұра ма ең құрағанда аяулым сізге? Айтқан сияқты едім ғой жаңа. Мен өзім күнде жазамын, сообщениені кешке бірақ ответ береді. Сізге деген интересі жоқ екен да, бірақ ол кісінің бүкіл интересі алдымда отырған Ғалымжанда деп ойлаймын. Құрбыларын айтқызып шығарып салады екен, бір жерде отырып қалады екен. Ой, көңілінің бәрі сол Ғалымжанда бір подъезден алдында шығып тұрады екен. Сол ойлаймын, бұл қыздың екі көздегенінің бәрі сіз емес, болашақ біздің Ханзада Ғалымжанда деп ойлаймын. Баласа ханым, бір пәтуасы жоқ әңгіме болды енді сіздікі Сандуғаш. Мен білмеймін, Ғалымжанға көзім түсетін, не үшін көзім түседі, оның жанында қызы бар ғой. Бір бос адам болса екен, бір үміткері жоқ болса екен, көзімді тастайтындай, бірақ ондай жағдайда емес. Жоқ, айналшықтап жағалап жүрсің ғой Ғалымжан. Өткен әңгімеден бері сен туралы, сен мен Ғалымжан туралы екеуіңнің ақпаратын шығып жатыр, екеуің жоқ, Сандуғаш, сен көре алмай жатсың ба? Сен бұл жақта ешкім араласпайды, соны көре алмай жатсың ба? Мен бұл жақтағылардың барлығымен араласам ғой. Онда тұрған не бар? Жай ғана бірге келдік. Ол өтіп кеткен әңгіме не үшін қайта-қайта қазғалап жатсыз? Мен түсініп тұрған жоқпын. Баласы ханым, осы жерде айта кетсем болады ма? Негізі кім айтып жатыр ғой, аяука, көре алмай жатсың Сандуғаш деп. Негізі мен де ол нәрсенің куәсімін. Осы жерде байқаймын да. Ғалымжан, например, қазір кіммен Перизатпен таныстықта болғанмен жарнамада үнемі аяудың жанында отырады. Перизаттың өзі де подтверждать ететін шығар, анада арттарында отырған кезде жарнамада шығып кетеді. Екеуі мына артқа барып алады да бір нәрсені обсуждать етеді постоянно. Одан кейін кеше мына жерде Ғалымжан отырды, мына жерде аяу отырды да, арқасына қарай береді, аяуға қарап, екеуі білмеймін көзі атысып отырды ма, бір нәрсе қылып отырды. Негізі бұл нәрседе бір нәрсе бар деп ойлаймын. Шолпан айтып жатыр, жаңа енді Сандуғаш сіз айттыңыз ғой, айтып болдыңыз ба? Әлде ойыңызды аяқтайсыз ба? Жоқ, құрбыларына да айтқызып шығарып жүрген рас қой? Ғалымжан шығарып жүрген нені? Бұл нәрсені мен өзім бірінші рет естідім ғой Сандуғаштан. Қашан мен аяулы попросить етіп. Ғалымжан, сіз өткен жолы айтып қалған едіңіз ғой? Қай кезде айтып? Құрбылары айтады маған аяулымның. Ол кезде, біз клубқа барған кезде Сандуғаш, сіз соны айтып отырсыз ба? Сол құрбыларын айтқан сөзін өзіне айтып жатырмын. Сол қашан атам заманда болған нәрсе немнеге қазір айтып отырсыздар? Кім Шолпанда қашан біз сол ситуациядан кейін біз вообще бірге жүріп, бірге қайту, артыма қарап отыр дейсің. Мен артына аяуға емес, артына Тимаға қарап отырамын мен. Тима артымызда отырады. Мен аяуға
мүлдем жақындаған емеспін, бірімізді жақындаған емеспіз, сөйлеспейміз де даже. Бірақ менің түсінгенім бойынша сандуғаштың айтып отырғаны құрбыларына айтқызып отырғаны аяулым деп отыр, иә, менің ойымша. Енді білмеймін, нақты түсіндіріп айтып жіберіңдер, себебі бәлкім шынымен де айтқызған шығар деген ой туындап отыр қазір, және өткен жолғы мәселелерге байланысты. Бізде дәл қазір